Dostlar selam, қалайсыңдар? Бүгін 3 минутта тамақ жеймін. Енді стерилкада сызбаймын. Бетіме тоналғын жақпаймын, тамақ жеп өтіп. Видео түсірмеймін. Бәрі ұрысыпты. Қан адам көріпті ғой. Блогер болып ояндым ғой бүгін ұйқыдан. Үйде келгенмен онша араласып тұрған жоқ. Бәрі постоянында сияқты. Мен завтрагым түсірейін десем, үйде авокадо ондай ешнәрсе жоқ екен. Ертең байып кететін нан деген. Копченыйын алып жеймін. Бүгін макияж түсіремін тағы. Қалаға жұмыстармен шығуым керек. Ертеңге неге түсіретінін білмеймін енді. Күнде неге түсіре бересің, қаға бара беремін мен. Bir жаққа шығу үшін ақша керек. Блогерлерге пенсия бермейме екен. Хабарсыз сатында реклама түсірмейме екен. Бәрі бітіп жатыр. Оянатын заттарым да бітіп жатыр. Жуынатын заттарым да бітіп жатыр. Затым бәрі бітіп жатқанда түсіргенім десе. Не түсіре беремін енді? Бүгін туған күнге барам мен. Кешке қарай. Сондықтан бүгін стрим болмайды. Бірақ жонды сосқа болып дайындалам туған күнге. Шалбарымды қысқартуға барым көріп. Сол жұмыстарыма шығам қалған. Маған инстаграмға тіркеліп жатқан адамдардың бәріне рахмет. Ол жақты жүргізушім, ол жақты туысқандарым мен таныстарым көп. Яғни өлтіріп түсін ба. Ішім азап қалды бірақ. Олар мен звезда болған, блогер болған білмейді ғой. 3 минут көп қой, ну. Секунд, 5 секунд. Болды.